Баршаңызға қайырлы күн достар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға сіздермен бірге Корея асханасының пигоди тағамын дайындайтын боламыз. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Құрамына қажет заттардың барлығын төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарай аласыздар. Қамырын жасау үшін бізге жылы су және 1 шай қасық қант, 1,5 шай қасық дрожж қажет болады, яғни ашытқы. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып, сол ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды ұнымыздың үстінен құйып, жақсылап түйіршігі қалмағанша қамырымызды илеп аламыз. Илеп болғаннан соң үстіне 1 ас қасықтай сұйық май құйып, тағы да бір илеп жіберіп, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Мінекей қамырымыз осылай көтеріліп шықты. Енді үстіне 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, осылай ретке келтіріп аламыз. Содан соң бөлшектерге бөлетін боламыз. Шамамен 80-100 грамм аралығында. Видеода көріп тұрғандарыңыздар, осылай барлығын доңғалақтап ретке келтіріп алатын боламыз. Беті кеуіп қалмас үшін міндетті түрде салафанмен немесе сүлгімен жауып қойыңыздар. Бетін жауып 20 минут шамасында тағы да бір көтерілгенше қойып қоямыз. Ал оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасына қажет заттардың барлығын алдын ала турап дайындап қойдым. Олай болса салмасын дайындайтын боламыз. Таза ыдысымызға тартылған етімізді, одан соң үстінен ұсақтап туралған 40 қабатымызды саламыз. Ұсақтап туралған пиязымызды және 1-2 тіше сарымсағымызды қосамыз. Салмамыз суы, сочный болу үшін 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз, немесе құйрық майды майдалап турап қоссаңыздар болады, және 2 ас қасық соя соусын қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосатын боламыз. Мен 1 ас қасықтай тұз салдым, және қара бұрышымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Мінекей салмамыз дайын. Енді пигодиімізді түсеуді бастаймыз. Осылай қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Одан соң осылай видеодағыдай көрсетілгендей түземіз. Әрине бұлай түзеу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша тек 2 жағын біріктіріп қойсаңыздар да болады. Қалғандарды дәл солай түйіп алатын боламыз. Ішіне салмасын көптен сала беріңіздер. Бұл ашыған қамыр болғандықтан тек қана қамырын жеп отырмас үшін көптен салыңыздар. Өте тойымды тағам болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді барлығын түйіп болғаннан соң листімізді майлап орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып алғаннан соң 45-50 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Достар, қазақша контенттің, яғни қазақша блогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Мінекей достар, пигодиіміз дайын болды. Жұмсақ, әдемі болып көтеріліп шыққан. Міндетті түрде осы рецепт бойынша ауызашарға дайындап көруге кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, үлкен болып көтеріліп шыққан. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Еңбегімді бағалап, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.